Теміртау қаласының белсенділері Теміртау қаласының мәслихатының 17 депутатын сотқа берген екен. Естіп жатырмыз. Қал жағдайыңыз қалай? Ол кісілердікі дұрыс па деп сұрап жатқан кісілер бар. Әрине дұрыс. Өйткені әркім осылай өзінің құқығын қорғауға тиіс. Жеңілсе де күресіп барып жеңілу керек. Мен ол кісілердің шешімін қолдаймын, дұрыс деп санаймын. Бір әңгіме айтып кетейін. Осман империясының кезінде сол империяны билеп тұрған бір билеушісі сол елдегі ғұлама ғалымға хат жазып ақыл сұрапты. Бабаларымыз құрып берген осы үлкен империя қашан құлайды деп. Сөйтсе ғалым қайтарып хат жазып жіберіпті, маған бәрібір деп. Содан сұлтан ғалымды ренжітіп алдым да, дұрыс құрмет көрсете алмай қалдым ба деп уайымдап, қайтадан құрметін көрсетіп, ғалымға өзі барып, мен сізге хат жазып, империя қашан құлайды деп сұрап едім. Сіз маған бәрібір деп жазып жіберіпсіз. Неге ренжіп қалдыңыз десе, жоқ, мен сізге ренжіген жоқпын, мен сізге жауап бердім. Әр азамат маған бәрібір деп бей-жай қарайтын кезде бұл империя құлайды деген екен. Сол сияқты Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарға, заңсыздықтарға, бағаның негізсіз көтерілуіне маған бәрібір деп отыра берсеңіздер, бұл Қазақстан құлайды. Сондықтан осы белсенділерді мен қолдаймын. Дұрыс. Баға негізсіз көтеріліп жатса, оған қарсылық таныту керек. Мемлекеттің ақшасы талан-таражға түсіп жатса, ол үшін таласу керек. Сондықтан чиновник артық кетіп жатса, оны аяғынан тартып, өзінің орнына қою керек. Сондықтан мен бұндай белсенділерді әрдайым құрметтеймін. Сол үшін бүкіл Қазақстанның халқын, бүкіл Теміртаудың халқын белсенді болуға, бей-жай қарамауға, маған бәрібір деп жүре бермеуге шақырамын. Ассаламу алейкум.